Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кешкі асқа ханума жасап үйренеміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бірге жасап үйренейік. Ал достар, онда бүгін біз кешкі асымыздың ең бірінші қамырын, яғни тестасын жасап алайық. Ол үшін бізге 200 грамм су, жылы су, жұмыртқамыз қажет болады, және 1 чай қасық тұз. Ұнымыздан жарты килограмм болса жетеді, 500 грамм. Ал жұмыртқамызды салып, тұзымызды суға салып езіп алайық. Тестамыз, қамырымыз дайын. Енді қамырымызды қоя тұрып, көкөністерімізге кірісейік. Ал достар, көкөністерден керек бізге 2 картоп жетеді, 2 жуамыз, 40 қабат қажет болады. Көп емес, азғантай ас қабағымыз керек болады. 1,5 килограмм, 400 грамм десек те болады. Және 0,5 килограмм ет қажет болады, сиыр етінен. Ал онда ең бірінші көкөністерімізді тазалап алайық. Мінекей достар, көкөністеріміздің бәрін тазалап алдық. Асқабақтың көбісін алған жоқпыз. Жарты бөлігін ғана алдым мен. 40 қабаттың 3-тен 4 бөлігі десек те болады. Кішкентай, кішірек, көп қажет емес. Жуамызды бәрін тазалап жуып алдық. Енді етімізді және көкөністерімізді майда-майда көбектеп турап аламыз бәрін. Ал онда ең бірінші бісміллә деп етімізден бастайық. Мінекей, осындай майда-майда көбіктеп турап аламыз қазір бәрін. Мінекей достар, етімізді майда көбіктеп турап алдық. Енді көкөністеріміздің бәрін солай майда-майда турап аламыз. Мінекей достар, барлығын турап алдық, көбіктеп квадрат қылып. Енді осыған біз жарты қасық, чай қасықпенен қара бұрышымызды және 1 чай қасық тұз, тағы да кішкене салсаңыздар болады, тұз неге десеңіздер аз болып қалуы мүмкін. Және 100 грамм сұйық май құямыз. Енді жақсылап араластырып алайық осымызды. Мінекей достар, түрі енді керемет болып тұр. Енді келесі тестамызға кірісеміз. Мінекей тестамызды 2 бөлікке қамырымызды бөліп аламыз. Оны минутқа қоя тұрамыз. Келесісі достар, манталаркаларыңызды бірінші майдап алайық біз. Барлығын жақсылап астын майдап аламыз сұйық маймен. Қамырымызды өте қатты жұқа қылып жайып аламыз. Мінекей достар, тестамызды жұқалап жайып алдық. Қараңыздар, бір тегіс қылып.
аяқ жағына келгенде ұнды қатты сеппей қойыңыздар. Жұқалап жайып алдық. Енді тестамызды осылай бір-біріне қаратқанымызды. Енді бізде тестамыздың ені деп айтайық, ұзындығы ол. Енін осындай қылып аламыз мінекей. Сұйық майымызбенен тестамызды майлап аламыз. Келесі біздің фаршымыз қажет. Қолымен салсаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы болады, солай. Болмаса, қасықпен де салып шықсаңыздар да болады. Тестамыздың ішіне фарштарымызды, яғни начинкамызды осылай салып шығамыз. Енді осы тестамызды екіге бөлеміз. Яғни бір-біріне шақтаймыз. Енді бұлай бір-біріне орап шығамыз. Кішірек тонкий қылам десеңіздер, енін кішірек қылып жасасаңыздар да болады. Мантаваркамызды жандылыққа қойып алайық, өзімізге удобно болған. Енді осы мантыларымызды, яғни ханума дейтініміз ғой, бәрін мантаваркамызға тізіп қойып шығамыз. Қараңыздаршы, керемет. Ханым роза деп аталады. Солай жасап аламыз. Қатты ұзын болып кетеді десеңіздер, онда ортасынан қамырды бір бөлсеңіздер болады. Мінекей достар, біз қамырымызды, яғни барлық ханым дейміз ғой, ханым раушан гүл деп аталады. Яғни ханым роза. Қараңыздар, шыққандай әдемі. Енді 40 минутқа бұға пісіруге қоямыз. Мінекей достар, біздің ханумамыз дайын болды. Қараңыздар, қандай керемет. Ал достар, онда біз ханумамыздың дәмін көрейік. Тестасы өте жұқа болған, езіліп тұр. Тестасы үлкені қатты жұқа. Негізі жұқа болған жақсы, өте жақсы.
ауызға салсаңыз еріп кетеді. Өте дәмді болған достар, жасап көріңіздер.